Амазонка джунгліндегі сазбалшық түрлі минералдарға бай. Сол себепті бұл жерге жүздеген көбелек жиналады. Ал көбелектердің соңынан оларда аулайтын құстар да келеді. Солардың бірі жирен құтан. Бұл құс тамақты ерекше әдіспен жейді. Көбелекті ұстаған соң оны тұзды суға малып алады. Дәл бір тұздыққа батырғандай. Осылайша жемтігін жұту әлде қайда оңай болады. Бақұдақ құсы балық аулау үшін таңғаларлық айла тәсіл қолданады. Ол су бетіне балықтар тарту үшін жем тастайды. Алайда жемге қарай үлкен балық жақындаса, құс жемін дереу кері алып қояды. Кейін қайтадан байқап көреді. Осылайша өзі жұта алатын балық түскенше ол аңшылығын жалғастыра береді. Жалпы маймылдар жабайы табиғатта өздерінің ақыл-оймен бізді әлде қашан таңғалдырып келеді. Мысалы, Бразилияның Хуанг ормандарында жылына 7 ай бойы жаңбыр жаумайтын аймақтарда қара жолақты капуциндер суды ағаштың қуысынан алудың өте қызық тәсілін ойлап тапқан. Жас маймылдар суға жету үшін түрлі құралдарды пайдаланып, барынша тырысқанымен көбіне тек бірнеше тамшы суға ғана қол жеткізеді. Сол аз ғана суды олар кейін жалап ішеді. Ал ересек маймылдар болса, не істеу керегін жақсы біледі. Бұл аналық маймыл үшін өте маңызды. Себебі оған баласын өсіру керек. Ол құйрығын ағаштың қуысына тығады. Сөйтіп құйрықтағы жүні суға қанығады. Содан кейін аналық маймыл сол құйрығынан суды ішеді. Осындай ерекше тапқырлық бұл приматтарға аса қатал жағдайларда тірі қалуға мүмкіндік береді. Ал Жапонияның оңтүстігіндегі ормандарда маймылдар одан сайын таңғалдырады. Мұндағы макакалар бұғыларға мініп алады. Ең қызығы, олар мұны тек көңіл көтеру үшін жасайды. Сонымен қатар, маймылдар бұғылардың жүнінен бүргелерді теріп жегенді де ұнатады. Бұғыларға бұл ұнамайды. Олар маймылдардан тез шаршап, оларды үстінен түсіруге тырысады. Бірақ бұл әрекет маймылдарды одан сайын қызықтырады. Бұл тұщы суы бар үлкен Малави көлі. Бұл жерде алуан түрлі тіршілік иелер кездеседі. Мұндағы балықтардың түрі жер бетіндегі кез келген көлден асып түседі. Сол балықтардың арасында өте айлакер бір балық бар. Бәсекелестік аса жоғары. Жемтікті аулау оңай емес. Сондықтан мына балық өліп қалған кейіп танытып, басқа балықтарды аулауға тырысады. Бұл Ливингстон цихлидасы, алдаудың нағыз шебері. Оның терісіндегі дақтары шіріп жатқан ет сияқты көрінеді. Соны пайдаланып, бұл айлакер бір жерге жата қалады. Сырттай қарағанда, ол шынымен өліп қалған балықтай көрінеді. Бірақ олжасын бірден ұстай бермейді. Алғашқы бірнеше әрекеті сәтсіз болуы мүмкін. Егер айласы жүзеге аспай, нәтиже шықпаса, ол басқа жерге жүзіп кетеді. Себебі, ол жақта әлі ешкім оның айласын аңғармаған. Балықтар жақын келген сәтте, кейде бұл балық тіпті тынысын да тоқтатып қалады. Сәтті аңшылықтан кейін бір орында қалмай, бірден басқа жерге ауысып, қайтадан өліп жата қалады. Ал енді сіздерге жақсы таныс хамелеондар туралы айтайық. Кейде бұл тіршілік иелері басқа хамелеондарды жеп қоюы мүмкін. Иә, бұл көпшілікке беймәлім. Бірақ хамелеондар каннибалдар. Аштық пен шөл қатты қысса, олар тіпті өз баласын да жей салуы әбден мүмкін. Жыл сайын мұхитқа мыңдаған тонна қоқыстар түседі. Солардың ішіндегі ең қауіптісі балық аулайтын торлар. Жыл сайын 500 миллионнан астам жануар осы торларға түсіп қаза табады. Алайда кейбір жануарлар сол қалдықтарға бейімделіп, оларды паналау орны немесе тіпті үй ретінде пайдалана бастаған. Мысалы, бұл колумб крабының аталығы. Торға ілініп алып, ол мұхит ағындармен бірге бірнеше ай бойы қалқып жүреді. Осылай жүріп, крабтың жұптасатын уақыты да жетті. Енді ол өз жұбын қайдан табады? Ол су астында өздігінен жүзе алмайды. Осы өз махаббатын бір тасбақадан күтеді. Оған көбею үшін аналық керек, ал тасбақа таптырмас мүмкіндік. Тасбақа ауа жұтып жатқан сәтте, шаян оған тез жүзіп барып, сауыт үстіне өрмелеп шығады. Еркек крабтың күткеніндей, дәл сол тасбақаның үстінде оны кішкентай шаянның аналығы күтіп тұр. Олар танысуға уақыт жоғалтпай, бірден жұптаса бастайды. Бұл жұп өмірінің соңына дейін бірге болады. Тіпті дәл осы тасбақаның үстінде. Себебі тасбақа тек қозғалмалы үй ғана емес, сонымен қатар керемет азық көзі. Мынау термиттердің илеуі. Олар өте алт көлемге дейін жетеді. Әрбір илеуде саны миллионға дейін баратын бір отбасы өмір сүреді. Барлығы тынымсыз түрде колонияның және олардың анасының игілігі үшін еңбек етеді. Термиттер өсімдік қоректі жәндіктер.
ал олардың қас жаулары құмырсқалар. Барлаушы термиттерді иісі арқылы аңдып, олардың орналасқан жерін анықтап, дереу өз ұясына қарай жүгіреді. Барлаушы ұясына мәліметтермен бөлісті, енді әскер жорыққа аттанады. Бұл ірі жыртқыш құмырсқалар. Мегапанера анализ термиттерді аулайтын ең белсенді аңшылардың бірі. Термит илеуіне жақындаған кезде қолбасшы белгі береді. Құмырсқалар жан-жаққа таралып, шабуылға дайын тұрған қалың әскерге айналады. Барлық күш жиналған сәтте қолбасшы соғысты бастайды. Бірақ термиттер де қарап тұрмайды. Илеуді қорғайтын, қаруланған жауынгерлерден тұратын арнайы жасақтары бар. Құмырсқаны ұстап алған термит сарбаздары оларды бірнешеге бөліп, термит илеуінің беткейін өлі денелермен көмкеріп тастайды. Алайда бұл құмырсқалардың да өзіне тән ерекше қаруы бар. Олар термиттердің жалғыз осал жері жақтарының арасына олармен шаншып алады. Ұзаққа созылған шайқаста әр минут сайын құрбандар саны арта береді. Бірақ ақырында тонаушы құмырсқалар термиттерден басым түседі. Жеңімпаздар жеңілгендердің денелерін жинап, бүкіл колонияны қоректендіру үшін оларды ұяларына алып кетеді. Ең таңғаларлығы, олар жараланған жолдастарына көмек көрсетеді. Көптеген құмырсқалар аяқ қолынан айырылған. Жараланғандар өте көп. Бірақ жұмысшы құмырсқалар сілекейінде болатын антибиотиктерді пайдаланып, жарақаттарын емдейді. Осылайша олар қайтадан шайқасқа қатыса алады. Иә, жараланғандары бұрынғыдай тиімді болмаса да, колония үшін әлі де пайдалы. Өздеріңіз білетіндей, теңіз түбінде жер бетіндегі ең таңғаларлық жануарлар өмір сүреді. Олардың кейбірінің түрі соншалықты оғаш, тіпті өсімдіктермен шатастырып алуға болады. Мысалы, мына теңіз анемондар сияқты. Қазір біз мына жалаңаш шырыш туралы сөз қозғаймыз. Себебі бұл тіршілік иесінің әрекеті бір түрлі. Ол баяу ғана анемонға жақындайды да, кенеттен басын оның ішіне сұғып жібереді. Бұл әрекетін ол қайта-қайта қайталайды. Дәл солай, жалаңаш шырыш бейшара анемонды ішінен жей бастайды. Анемондар қаша алмайды, себебі олар жерге жабысып тұрады. Негізінде анемондар улы жіпше жасушаларымен қорғанады. Бірақ жалаңаш шырышқа бұл мүлде әсер етпейді. Оның үстіне ол анемонды жей отырып, сол жасушаларды өз денесіне енгізіп алады. Енді сол қорғаныш жасушалары оны қорғайды. Теңіз түбінің тағы бір айлакер тұрғыны. Жұлдызшы балық. Оның үрейлі тістері мен бас сүйекке ұқсас денесі талай сүңгүрді шошытса таңғалмаймын. Ол нашар жүзсе де өте жылдам балық. Балық құмға көміліп алып, жасырынып жатады да, күтпеген жерден шабуыл жасайды. Кейде балықтар одан алыстау тұрса, ол айласын одан сайын күшейтеді. Ол ұзын, құртқа ұқсас тілін сыртқа шығарып, оны ары-бері қозғалтып, балықтарды қызықтыра бастайды. Балықтар мұны расында құрт деп ойлайды. Бірақ оларды бір тосын сый күтеді. Атлант мұхитының ортасында саргассум балдырларының үлкен шоғыры қалқып жүреді. Саргассум тек су бетінде өсетін жалғыз балдыр түрі. Олар ешқашан теңіз түбіне бекінбейді. Осы қалқып жүрген сабақтар мен жапырақтардың арасында ерекше мұхит жыртқышы саргасс. Теңіз сайқымазақ балығы өмір сүреді. Оның денесінің әрбір бөлігі мына балдырлардан айнымайды. Бұл балықтың жүзу қабілеті өте нашар. Оның жүзбе қанаттары осы балдырлардың арасында жүруге бейімделген. Ол бүкіл ғұмырын осы өсімдіктен құралған салға тәуелді болып өткізеді. Мұхиттың бос кеңістігінде мұндай балдырлар шоғыры басқа балықтар үшін таптырмас пана. Бірақ олар бұл балдырлардың қаншалықты қауіпті екенін білмейді, себебі олардың ішінде осы сайқымазақ балық жасырынған. Енді оған қоректену мүмкіндігі туды. Ол жемтігіне барынша жақындау керек, себебі тек бірнеше сантиметр қашықтықта ғана шабуыл жасай алады. Ең бастысы сабыр сақтап, асығыс әрекет жасамау керек. Әйтпесе, дәл осылай қолда тұрған олжадан айырылады. Енді келесі, аңшылық жасайтын мүмкіндік туындағанша, тағы бірнеше апта өтуі мүмкін. Жалпы сайқымазақ балықтар мүмкін болған барлық жерде аң аулаудың амалын табады. Назарларыңызға қызыл теңіз кірпілері. Олардың өлімге әкелетін уы бар тікендер болады. Осыны ұсақ балықтар жақсы пайдаланады.
Олар теңіз кірпілерінің жанында жүруге тырысады. Себебі олардың инелерінің арасында жыртқыштардан қауіпсіз. Бірақ сайқымазақ балықтың мына түрі сыртқы бейнесінің арқасында айласын асырады. Ол қара түсті әрі тікенекті. Сол себепті сырт көзге теңіз кірпісіне ұқсап кетеді. Сайқымазақ балық ол топтың арасына ілесіп, өзінің құртқа ұқсаған арқа қанатын қозғалтып балықтарды аулайды. Ендеше біздің видеомыз осымен аяқталды. Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.